Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін осындай ерекше самсалар, қазіргі кит болып жатқан самсалар, тюльпан самсаларын пісірдім. Өзіме қатты ұнады, өте ерекше, дәмі де, өзі түрі де ерекше самса. Дастарханның сәнін келтіреді десем де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Және де менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін көрулеріңізді өтінемін. Біз ең алдымен самсамыздың қамырынан бастаймыз. Қамырымызға осылайна бөлме температурасындағы бір кесе суымды және де тұзды мөлшеріне қарай тұз салып, жақсылап ертіп аласыздар. Енді ерген тұзымыздың үстіне ұнымызды салып, қаттылау қамыр елеміз. Жұмсақ қамыр емес, қатты қамыр елейсіздер. Ұндарыңызды мейлінше барлығын өлшеген ұндарыңызды салып, қатты қамыр елеп алыңыздар. Мінекей менде қамырды елеп қойдым. Елеп бетін жауып бөлмеге қойып қойдым. Июы қанып тұрсын деп. Арада 10-15 минут уақыт өткен екен, тағы да бір рет июын қандыратын боламын. Жарты сағат ұстасаңыздар жеткілікті қамырды. Енді қамырымыздың июы қанғанға дейін мен алдымен салмаларын дайындап аламын. Осылай пиязымды майдалап турап, мейлінше майдалап турағандарыңыз дұрыс. Жақсылап осылай турап алыңыздар. Тураған пияздарымды осылай жақсылап өлтіріп аламын. Суын шығарып, жақсылап езіп, үстіне фаршымызды салып, өздеріңіздің қалауларынша тұз, бұрыш, қызыл бұрыш салсаңыздар болады. Мен тек қана тұз ғана қолдандым. Осылайынан фаршты салып, үстіне тұзбен араластырып, өзімнің салмамды дайындап қойдым. Енді қамырымның арада 15 минут уақыттай өткен кезде мен қамырымның тағы да бір рет июын қандырдым. Бір рет қана осы июын қандырсаңыздар жеткілікті. Қамыр арасында артықтер болмау үшін осылайынан жақсылап июын қандырып алып, қайттан қойып қойдым. Бір 15 минуттан кейін барып жайсам болады. Енді қамырым июы қанып әдемі болып тұр. Енді қамырды жаятын кезде ешқандай июын қайтарудың қажеті жоқ. Себебі жаятын кезде июын қандырып алсаңыз, қамыр жаюы қиын болып қалады. Сол үшін сол күйі қайттан жайып кете бересіз. Жаюға ыңғайлы болады. Осылай жайып, қамырымызды мейлінше ет ауқаттың қамыры сияқты жұқа қылып жайып алыңыздар. Кез келген сары майды қолдана берсеңіздер болады. Мен осылай қамырымды жайып, үстіне осылай сары майымды жағып шықтым. Мен қолмен жақтым. Қолмен жақсаңыздар аз уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Бір келкі әдемілеп жағып шығасыздар.
осылай қолмен жағып, қамырымды осы күйінше, май осы күйінше қойып қойдым. 10-15 минуттың ішінде сары майым қатып, орап шығамын, әдемі болады сол кезде. Сразу ораудың қажеті жоқ, сары майларыңыз сыртына шығып, әбіржіп, барлық жерді былғайтын боласыздар. Осылай осы күнжутты қолдандым, бетіне араласқан. Және де алдын ала жұмыртқамды дайындап қойдым, дайын тұрсын деп. Және де мен осылай пищевой пленканы сама осылайына ораймын. Осылай маған ыңғайлы, жабыс қалмайды. Алған кезде сол күйі аласыздар. Осылай істесеңіздер өздеріңізге ыңғайлы. Осылай самсамды дайындап алдым. Жартысын кесіп, өзіме керекті жерін ғана алып алдым. Өзім самсамды осылайынан дайындап, жаюға дайындап қойдым. Мінекей бірінші қамырымды жайып көрсетіп отырмын сіздерге. Қараңыздар, осылайынан бір ұшын ғана кесіп аласыздар. Осылай салмамызды салып, осылай орап шығасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ, шамалы уақытты алады екен, әдемі. Осылайынан шығады, осылай бір ұшын алып, бір-біріне жабыстырып шығасыздар. Мінекей, қараңыздар, әдемі болып шықты. Піскен кезде көтеріледі. Мінекей мен ыдыстарыма пергамент қойдым. Ыдысыма пергаменттің үстіне қойдым. Егер пергамент болмаған жағдайда май жағып қоясыздар. Мінекей үстіне жұмыртқамды жағып шықтым.
Енді үстіне кунжутымызды сеуіп шығамыз. Кунжут сепсеңіздер әдемі көрінеді. Осылайынан барлығын үстіне кунжут сеуіп шықтым. Мінекей самсаларым пісті. Көп уақыт емес, бір жоқ дегенде 25 минутта самсаларым пісіп шықты. Өте әдемі, тәбет ашарлықтай болып тұр деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.